Үйге келе құрметті қараучылар, біздің бүгінгі берүүбүз белгili атчыға аталыпты. Милетті бізні атын арил байттырған, Карачай қомалы атлаға көп қиыны керген, Карачай тоқымлы атла тас болмасын деп күрешкен. Аллай бір адамны сүнен болуқты бізне бұл берүүбүз. Ола Ижалана Махайны уланы Кокай. Ижалана Кокай 1900 жыл Курзук елді туғанды. Аны танымаған, хапарды ешітмеген атчы болмас. Айырып та тамада төрін içinde. Biz Кокайны сүнә хапар билер муратла Кокайны қызын Мариямны қонаққа чақырдық. Мариям Теберді шахарда 25 жылны Тебердіне больницасында невролог болып іштегенді. Бұл сағатта Теберді Атлант санаторийна лечебно-диагностический отделениясында іштейді. Атамы Ижаев Кокай Махаевич атамы 2 жашағы болғанды. Қалған не зат қойып кеткеніне көре, адамлар айтуына көре 2 адам болғанды. Ішіне сүйген, адамларны жүріте білген, кесін тұта білген, үйдегісін асырай білген, ұлы үйдегісі болғанды мен атамы. Іштела қалай болым болғанын қырал айтқанды, қырал білдіргенді, книгаларда жазылғанды, сөз білады айтылғанды, сауға да берілгенді. Сауға орден Трудового Красного Знамени 1935 жыл Москвада всероссийский совещанияда улы сөзді беріп, Михаил Иванович Калинин лично бергенді орденні Трудового Красного Знамени. Атам жылқычы болғанды. О заманда жылқыны әркім үйінде атланы тұтқан болула, көрген болыр, атқа қалай болса да бір жылы ұзаты болған болыр, үйде де атлары болған болыр, мен өз атланы алай егі білмеймін. Но ат бұлауа жаны бір болғанды. Атланы бек сүйгенді. Атланы именно Карачай атына атын Москвада 35 жылда мен атам айттырған десем алдамаз ма. Но үйде да бір жарсыған жерім бар жүрегімде. Мен атамы кичечик болып алай білмейме. Алай етті, бұлай айтты дырча. Мен егізлені біреме. Атам не зат керек бар есе үйдегіге, қалай тұтарға керек болған есе, о zaman далай тұтқанды үйдегісін. 5 баласы қазаватқа немеге далмағалла, ал высылканың заманда Киргизияға үйдегісі бізні білә түшкенді. Бізні анам алай тұчанеді, нам жендетілім. Бір қолтуғымы түбіне бешікне алған едім. Бір қолтуғымы түбіне машок бұла нартүхіне алған едім. Мауыл нартүх біла сізна тағызыны болуымы жашатқан бізінде еді. Киргизияға барғаннан sonra, түшкеннен сұрағында жашарча үй мәкем қайғыд еткенде, атам жендетілі. Не керек бар есе ан еткенде, қалай десе да, қалай есе да ол ішлеген жерінде қолын ачытқан еткен жара. О жара бұла, мен саатта медик болғанынан, анамы хапарынан, бір иықның ішінде температурасы бірді олы болып, просто жанып кеткенді. Алай жеңіл. О себептен мен атам үшінен адама айтқан бұла, үйде адамларым айтқан бұла болмаса, ұлыларым, мен атамын танымайма. Но атамы сүйі, бүгін атамы атын көп жыланы айттырып тұрама. Малай атам болғанды. Атам 3 қарнаш бұла, 3-е кеч болғалла. Улы семья. Атам мен ұлылары болғанды. Атамы түз аты, жазылған аты туғанында Мұхаммад деп жаздырғалла.
Карт анам биринчи туудугу болгон үчүн асыры кубангандан эркелетип, асыры бек көп эркелеткенин. Ой кокайчыгым, ой мамырашчыгым, ой айчыгым дейди, кокай этип койгонду. Алай була атам Махаметтен кокай болгонду. Экинчи карнашы Али репрессированный замалада кимесе да терс сүйлөшүп, Магадамда анда ауышқанда. Эң кичи карнашы Ижаев Абдул Махаевич, аны билесиз, ол эң кичи карнашы да тама. Эгешлери аланда көптү туудуклары, тугаларынын туудуклары көптү алада. Мен билген олду атам үчүнен. Көп жыланы мен аны үчүнен хабарны, жазылганны, затны жыя турганма. Газетте, республиканский газетте, немесин не помню, даже ол асыраган атларны эмиги ажирине именно Кокай атаган. Рем Кокайна учебник для техников деген китапта басмаланганда айтканы. Сиз билгенге көрө, сиз аңлаганга көрө, ол кеси биле ме аны? Ол аны биле болур эди. 35-нчи жыл этилген да, ол немеси да, ордени да. Книга 37-нчи жылда чыкканды. Аны була, ол аны жазган адам, аны билмейин, аны көрмейин, аны жазган болмазмы? И кеси да биле болур эди аны. Только о заманда книга алай бош болмаз эди, түшүп калырга. Аны жазган адам Москвада жашап, келмесең не книгада жазган эткеме дей алмайт да. Аны үчүнөн билмейм. Книганы мени бир кечим Аминат Кокаевна школда бирде көп жылдан иштеп турган учительница эди, и арттан библиотекарь эди. Библиотекада табып, о книганы үйгө алай келтирген эди. Андан бери книганы энди ол болмаса алайды булайды дерче бош сөзлө сүйлөшүн да. И аны жазганда алай бош адам түлдү, эсине түшсө жазды, эсине түшмесе жазмады дегенче. Sonra o sebepten Uzdinov sağlık cennetli olsun bu canlı knigada üşkekenin üstünden yazgan. O kelip ola geçim bile uşaq atkendi. İyi kalan nemelerinde ol aytkan. Men anı körmegen mi? Menge kelmegen edi. Ol xapar aytkan edi. Blay dep. Ижалана Кокай Кирова атлы колхоздун тамадасы болуп көп жылан иштегенди. Атлага уста караганы үчүн ишин мийик даражада бартырып көргүзгени үчүн 1934 жыл Орден Трудового Красного Знамени деген сауганы берилге Москвага чакырылганды. О заманда 170 байталдан 165 тай алганды. 1935 жылда 217 байталдан 217 тай алганды. Атлага алай караган ол заманда бек кыйын болганды. Не үшүтмейин, не бөргө алдырмай, не тас этмейин кара бөстүрген. Айрыбай жылкыга караган бек кыйынды. Алай болса да, ол ишин эм алда бардырганды. Сиздин атагыз кайда иштегенди? Колхоз имени Кирова болгондо заманда. Саатта совхозлы эткендиле да, har жерде. У саатта колхоз болгон, так и назывался. Колхоз имени Кирова. О заманда анда да тамада болуп турганды. Андан да бир кесекчик тайып сүйлөшейм. Алайда жолдун бир жанында контора, а бир жанында мен анамы атасы анасы үйлө киши жашаганды алайда. Ол үй саатта жокту. О заманда көргенде анамда. Анам барып кобандан суу алып келе турган айна. Челекле биле. Алайда көргенде анамы биринчи кере. Алай була үйлөгү куралганды. Анам бирта акылlı адамга санайма,
арттан эсиңе түшөт да, анын айтканлары, анын эткенлери. Атам ауырғанда, температурасы да бұрдаулы болып, қарусыз болғанда, ұлы кечім хапар айтқан еді. Айтқан еткенде анама, аяқларым бір аман суық болып барала деп. Анам тұрып, мабай көкірегіне қысқанды. Деп, мен аланы көрмегенмін, ұлы кечім алайда болғанды. Ол хапар айтқан еді, алы еткен еді әне, деп. Ана айтқаным, сенсе менсе деп, әрі жашағалла, әрі тұрғалла, әрі сөз ешткен біздің ішінде телі деген сөз, мала даже бош сөзлі айтылмай әлі. Анам алай неметкен еді. Атам кеткеннен сұра, анам асыраған бізді барыбыздың. Енді тудықла, аланың тудықлары қайдам қашан болса да бір еслеріне түшірселі бізді ма бегерттегі қартаққа біз етті деп. Бұла бір сөз шықле қалсала, атам үсімнен бек разы болып. Анам үстінен не талықсыз? Анам Байрамкуланы Бекерні қызы Халимат. Бір тудығымызға қайнатам аты да Бекерді. Тоже көп жылны жашап кеткен, 100 жыл. Дүниялық адам еді, Хурзукта. И вот қартатам тоже Бекер болғанды. Аланы немелерін бір тудығымызға таған еттіген біз. Атасыны атында кесінде Бекер келеді, бек неметі біз. Анам оқуы болмағалыққа, бір букванда танымағалыққа, анам айтқан сөзлері бүгінде сейір болама. Алай айты еді. Адам түкірігін жұтмай қалай сөйлешет дейді. Бұл етіп, алай сөйлешіп тебірейді. Адам қарнына сыймағаны қалай ашайды дейді. Ол семіз адамланы үшінен. Ол бері қарыңа бармаса шау шығарып түлікті. Малай көп ақыл сөзі бар еді анама. Қоларын жуса, қоларын сүрткеннен сұра. Мабла деп, аннан сұра ашап тебірейді. Мен анамы бір күнні мабла қашықны алып, или бара тұрғалай қабып, не да ашап, шуыр бере тұрғалай, еті бізді алай. Бір күнні көрмеген мала етіп. Белін қысмай қалай жүрейді дейді адам. Аяғыны қайыр болса бара тебіресек, мені кичиемді біргесін алайды, чтоб қалғалаға неметмесші. Галошыларына дері, кирчигі бар мыды деп, сүртіп, жуып, алай шығу өтшен еді. Сөзіңі кертмелеп, өнчелеп, ешағыш етіп сөйлеше тұр. Сені сөзің, сені бетіңді, сені ақылыңды, сені жашауыңды дейді. Малай анам бар еді. Сізіне анағы сізіне кесі жаңыз өстіргенді, кеседен бері келгенен сұра? Кесі. Анда да кеткен үшін біз қашан 10 жылдан қайтқам, 14 жылдан қайтқам бізден, где-то бір 12 жылны анда да кесі. Сіздің атағыз қайсыншы жылы ұшқанды? 220 ба, 4-ші, наверное. 43-де бармамыздар, жылын артында, ноябрьский күлі келе туралы. Где-то бір жыл жашаған болырым деп алай ақылым барды, потому что мен чырта есіме көкісті алмайма, былай деп атама. Біле алмайма. Қиын болғанды, но қиынды анет алмайма. Бұл былайды, менге ол керекті, менге бұл керекті деп. Мен өмірде анамы не тарығып, не неметіп ештімегенме.
үш кишини аман этмегенди иштейбиз. Иштеп турганбыз. Башка да иштеп, окурга да бизге келсе көп турмай эди. Bir-iki күнү. Sonra bir gün ızın alıp kelebizde үйге o saatte Gaz-69 bobigimiz var edi. Maradan ötüp kelebizde sonra aytadı. Maraçla dediler da. Bulay alamat yaşayla, bula erkin dedi da. Тем более перевалга чыкканыкта мени тауда көрүнүп айда токтотот да бу машинаны. Бирбек кубанган эди. И мужиги жылы келген еді, бір тару түрі еді. Иши алдында койну артагама деп немеден базардан алып келгеле чырык болгондар бачкага тагайым деп неметкенде ол неме үркүп алайды иши алдында жыгылып просто жан сүйегин неметип аны була жатып калган эди, анысы бір тару түрі еді. Келгенде bir kere ал айтып кетти. Не еттиң сен да, некесиңи немени бетибизин жоймадың? Разыма. Деп малай разылык берип кеткен bir kere келгенде. Жылуулуу болгалыкка bir тару түрү эди. Аңысы да, саны да малай аккуратненько. Бичечикче. Anam iki yaşagandı. O yaşagan yılların. Anam bek razı edi. Atam erkiş eterik işlerini. Ata eterik işlerini. Kuyov bolup eterik işlerini. Alan barında tolturup turgandı. Köp kralda köp işlegelikке, köp aylangalıkka. Ülegisin demenili aşsız kiyimsiz etmegendi. Har zatımız bulup turgandı. Mında da, Kirgiziyada da. Поэтому adamlardan aytamada men çırta tanıgan o saattan da mında bir eşitken demem. Аңа сөз тапқан жоқ еді. Кесін да тұты еді, үйлекісін да тұты еді, қыралын да тұты еді деп малай айтқаларын ешіткенме адамларына. Андан sonra айтамада мен кесі біле сөйлешіп, кесін аузынан сөз ешітіп, мен аланы киче болып аңламағанма. Аны үстінен мал да айтырым. Ondan sonra ulu nemesi okulu diplomu Allah izatı yok idi. Kesini Allah bergen bolumu, akıllı, işlenmekligi, işlerge izlegeligi. Mala barı da o bolumla ayttırgalla kralga da bildirgelle, bizge de bildirgelle. Bir günde an üçün söyleşe turam amen. Etken işini sүйүп etseң, işini de esebi көрүнгөн этеди. Куру кесиң бакалмайын башкала деслейли. Куру карачай милет бакалмайын бүтөө куралга белгили болгон десек да алдарак болмазбыз. Ишинде көргүскөн жетишимдери үчүн кырал саугага үй иштеп берген эди атама деп айтады бизге Мариям. Москвадан Kral Moskvaga çakırgan etkili, ordenini verir için всероссийские совещания болғанды. Не просто там Учкекен или Терезия. Всероссийские совещания, да, аны вручать бергенділі. И андан sonra мында тамадалаға айтқан болула, команда берілген болыр. Kral ішлегенді. Жап жаңы үй ішлегенділі. Ол үй ағач үйлі. Numa bir günde turadı. Başkadını nemenim ünü Karagan bir geçimi yaşadı. Raşit Aybazov. Alayda yaşaydı ilgisi bile. Alayda mol ünü saklap turadı. Har kelgenim sayın bulağa atam da tiyen bolur bu terezege. Anam da tiyen bolur bu işke dep tansıklap kuanıp keteme turganına. Kanjalbaşı o zaman da
kral işlerçe biraz kralga yekesini kögüstürge kerek bolur edi adam. Kral anlagan etkendi. Bu adamga, bulay dögüsü boğan adamga, bulay işin etken adamga елге тейік деп etken bollar, üyüşlep bergendiler, Turadolu, улица Серова, 17, Mavsat'ta turады. Men anda öskenme, anda tuğanma, anda jaşaganma, köp жылларны, ente turады. Kuanabız. Kesek buzulgan nemetken жерleri bolsa, tuduğu qaraydı, jaraştırады. Başında akkan жерчиге boğanda kanjalını da avuşturganda savqalık qarap turады Raşit. Bek razımanga. Арю атны халisi болған атны кимде сүйеді. Алай атайдан ат болғын үшін атчыны қалай бір қиыны кереді аңа. Атқа арю қарасаң, атта кесін арю көргізеді. Барған жерінде көз қаратыды. Атын арю байттырады, кесін да, атчыны да. Ол заманладауа эмеге, эм залима жерге кокайды батағанды деп айтады бізге Мариям. Bir qavım adamın da suya bolmaz alay, ol atlağalay arı aytıp turgandı. Bitlerin sılap, aytamada atın atap, acırge atın atağalla, atam atın. At akıllı tüşürüçe, akıllı atla boğalla. Anlagan etkendile, o iyesi aş bergeninde, söyleşkeninde, oturganında, düşkeninde, atkada otura düşe ne bilirge kerekti de, jürtürge çaptırga. Atla bir takıl januarlarla. Anı şunun atla da anlay bolur elle atamı sözün, atamı halisin. Anı için alada İgi çabışqalla, igi jürgendile. Çabışуулada nemelerde jürüp turganda aylandırıp. Anı sünnen men akılımla alaydı. Amandan januarda kaçkan etet. Aman sözden harçimda jirgengen eteli. Любой жануар. Anı sünnen alayga akılım alaydı, что atla da süyebe olur Allah'ını, ol alağa, arı aytkanınca, alağa karaganınca, alay karaçay atını, alay ayarça, alay tüzetirçe, alay nemetirçe, saklarça, аңа da küç karu akıl kerekti, dep akılım alaydı. Ete bolur edi alay. Gazetте жазылып turады. Har at tutkan başka ellerde de. Emigi ajirge ol tamadarını, ol atlarını tamadaların, ol atlağa karagan adamların nemesin atına tağındılar. Поэтому ajirge, emigi ajirge kokaya tağındılar. Biz Мариямла бірге қонаққа ижаланы кокайны тудукларын да, тудукадан туғаланы да, кокайны күйеуінде чақырған ек. Айбазланы Рашид кокайны тудуғу мені қартатама, көп қиыны барды Қарачай тұқымлы атылы деп башлайды хабарны. Тәне айтарықма, ол әл білгенін айтарықма, мен де шүкір Аллахқа, ма Қарачай тұқымлы атылабла көп күрешкенді, аны бұлада қалмай, көчкіншілік келген үшін бірінші taza İngiliz tukumlu atlarını bunda kolxoz imini Kiravada men qartatam qoşup başlagandı bunda Qaracay atlabla qoşup alabla tukumnu ige terge, onlu terge dep atlarını köp kıyını kirgendi. Moskvaga kurup bir kere barıp kalmagandı. Bu deyin hadep выставкалар boğallanda saatte da işleyle o zamanda atlarını eltip bunda Qaracay tukumlu atlabla mol Angliyadan kelgen atlarını birbirine koşup aladan onlatla çıkarıp vısaka kuruvunu iletip köp kıyını kirgendi. Qaracay atqa da millet bizge atında ayttırgandı, begullu dereceali cumuşlu etkendi o zamanda. Bir günkünde şükür Allah'a köp adam unutmagandı. Sen kokain tuğduğusa dep sağın Allay turalla, men de Allah'ını küçü bilema bir günde atla küreşemem de kesibizini Qaracay at tukumlu atla kurup ketmesinler hep. Tükel kartatamça nemet almağallığıma bir günü de atsız turmayma. Kartatama atında ayttırga küreşeme.
Allah'ına buyur oğla. Haydan bugünkünde valla kızcığımda bu da mingelle türedi, atını bir tabek süyedi. Haydan Allah aytsa çıkarnaşıklarından çıkarıp bol atçı. Yani kız atçı olup seyirsenlerlik olmaz kişinin. İki çıkarnaşı var da süyelle. Allah aytsa haydan katlatabın atın. İyi bilaytlarga küreşeriz. Ahali suwa qalay bolgan deb xabarlarga ko'ra aytmoqmisiz? Bir kere kaltanama aytgan edi xabarını. Qışqıda atla görüp turun valla. Bir saatte çemeşine bolmadı, baş bolmagandı. Sonra qoşqa ketip anda jöngерleri aç bolmasıla da balağa kış qoşqa azı qalıp bara turandı. Malay demir közön dep biljerdi, ızından bunu börü düşkendi. Sonra börü düşkende digalas etip endi qalay bolgan Allah'ta bilgen ol börünü de kurutup qoşqa terisini alıp bardı deydi. At üstünde bir de güçlü adam bolgandı, jigit adam bolgandı. Yumuşak adam, iki adam etip ma katılan cendetli bosullar tanıgallaydı etlalay yumuşak arı halisi bolgan adam edi. Malgıga da bekkini etkenlerden tüledi, güçlü mü neydi, atka sözünü anlatıydı, atpa kelişi etip Allah kaparlaydı etli. Мусакаланы Борис Кокайны күйеуі Ишибла дәйкесін танытқан, атында Игибла айттырған Кокайч адамларыбыз көп болсула деп тежейді. Да, кайынаtam bu kuralga iki yol koyulandı. Kesir sağlığını da tas etip nu işini alga bardırıp durgandı. Atı aytılıp bu kuralını işinde ulu savga da algandı. O işten sonra da o kesini ulu üydegisi boğanda alaga da can avrutup hemen östürgen de adam etken de bilim belgen de Allah'dan boğandı. Ma bir günde ana etken işlerin Karaçayatını sağınırra izleme gellede boğalla. Allah'a at bolmagandı Karaçay at dep. No ma bu zamana deri köp adam izlep Karaçayatını da ornun taptırgalla. Даже ol Karaçayat minni tavuğa dörlegendi. O bizni jigitle minni tavuğa da anı bula örlep gelgelli. O Allah adam boğanda Kokay Makayış. Ana küçük annaşı da bu kuralga atına ittırgan da Kazavatta ülüş alıp o sagatta ona anga da Geroy Sovetskoy Soyuza dep kağıt bargandı. Nol kağıtını Karaçaylılarını köçürgellerini üstünden arşivke salıp koygallar. Beri kayıtkallarında da ol malını atını süygen adam boğanda alay malda işlep durgandı. Ol avuşkandan sonra bir yılını dağı da beri kaytarıp anga Geroy России dep ataganla. O anı da Allah kayını vardı. O östürgen sabileri Allah'a şükür Allah da bu kralga ülüş koygalla. Digalas etip işleyen dokugan da etip no meni yüreğim avrugan ne zattı desek Asya'da men de küçüklikten anamı iyi tanımağallay anda avuşkandı anam. Kokay haripta anda uşkanda da mavsoğatta barıp kabırların joklar madarımızda bolmay turadı. No alanı da bu kral sınatkan da bizge ne terik biz.
artta tüzlüknü buyurgandıla. Allah adamla boğalla. Allah adamlarımız bu kralda köp bosulla yaşav igi bol. Ahalisinin üstünden çok aytalık mısınız? Daha halisi var. İşlegen adam beni atamda alay tuşan eli. Men gitçelikten de işlerge kiroş işlegen adam aman adam bolmaydı dep. O kokay iş bile de kesin tanıtkandı. İşlegen adam kalgallaga ösüp gelgen tölüge de üretip işlerge o işini de bardırgan Allah adam boğandı. Allah adamlarımız pusak attı yaşagallada andan ülgü alıp Allah ile bosulla dep anga razımız. Men жаланы Кокай дейли, ну Мухаммад болгондаты. Бабушкасы эркелетип Кокай деп турган тала жазылып калган. Атак аты Мухаммадты. Аны внучкасыма. Мен бир тебе куанам, что мен ала дедушкам болгонуна. И конный завод, ну мен бабушкам ала айткан эдим, а бул саатта конный завод болуп турат да, маны мен дедушкам ачкан да. Мен ай иги сөйлешмейм, немче. Мен орусча айтармын. Мой прадедушка, я им горжусь. Он был довольно великим человеком. Он был в колхозе директором и очень любил лошадей. Он желал быть среди лошадей, потому что он их любил, даже, может, больше, чем людей. Ему вручили орден Красного Знамени в Москве. Он был первым карачаевцем в таком большом округе таких великих людей. Ну, жалко, он хотя ездить не смог выжить. Он был из довольно хорошей семьи. Его брат был героем России, Ежаев Абдулмахаевич. Он был довольно великим человеком, как я считаю. Жаланы Кокайны атлага калай карарга үйреткени Каменин Яковлевна Каневоста деген китапларында басмаланыпты. Ол китапла техникумда студенттерине үйретип тургандыла. Аны Кокайны үйдөгүсү бек өктөмленеди. Кокай 1945 жылы ауышқанды, Ленинпольский районда асыралғанды. Карачай Кумалы атлага көп кыйыны кергенди, миллети үчүн күрешкенди, тукумлуу атланы айнытууга улуу үлүш кошканды. Бүгүнлүктө аны аты сагынылса да, эткен иши өмүрлөдө сакланганлай турукту.